Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте пайдалы, дәмді жемістерден нарезка әзірлейміз. Жемістерімізді дастарханға ұсынар уақытта турап сәндеп ұсынсаңыздар, дастарханымыздың сәнін келтіреді. Әрі жемістерімізді осылай турап кіргізсеңіздер, жегенге де өте ыңғайлы. Ең алдымен жемістерімізді жақсылап жуып аламыз. Мен жемістерден банан, киви, апельсин, мандарин, алманың 2 түрін және ананасты пайдаландым. Үйдегі бар жемістерден нарезка ғып кесіп сәндей береміз. Мен ананасты жақсылап жуып алып, ортасынан бөліп алдым осылай. Бір бөлігін бөліп алған ананасымызды бөлек қойып қоямыз. Бір бөлігін ортасынан тағы да бөлеміз. Ананасымызды осылай 3-ке бөлдік. 3 түрлі ғып сәндейміз ананасымызды турап. Осылай бір бөлігінің осылай түбін алып тастап, ананасымыздың енді үстінен ортасынан осылай сәл ғана ғып кесіп шығамыз. Енді түбінен ананасымызды астынан осылай ойып кесіп аламыз. Кесіп алып, ананасымыздың ортасын осылай шығарып алып, бас жағы сәл қалыңдау болған екен, мен алып тастадым сәл жіңішкелей ғып. Осылай жіңішкелей алып алдым. Енді ішіндегі ананасымызды осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Осылай турап алдым. Енді қайтадан ішіне салып шығамыз. Осылай салып шықтым ананастарымды. Осылай салып алдық. Енді бөлек қойып, бір бөлігін алып, ананасымызды осылай ойып, кесіп аламыз бірінші. Осылай кесіп алдым. Енді ананасымызды турап шығамыз. Осылай ұзынша етіп, ананастарымды турап алдым. Енді бір ананасымызды ішінен біреуін сыртына шығара отыра сәндеп шығамыз. Әдемі көрінеді осылайда істесеңіздер. Енді ортасынан бір бөлігін алып, ортасын пышағымызбен ойып, кесіп аламыз ортасын. Осылай ортасын кесіп алдым. Енді ананасымызды кесіп алғасын, ортасын алып, 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Барлық ананасымызды осылай 4 бұрышты етіп турап алдым. Осылай турап алғасын, ананасымызға қайта салып шығамыз, турап алған ананастарымызды. Ананасымызбен осылай нарезка жасап алдым. Өте әдемі болып шығады. Бетіне жүзімдермен сәндесеңіздер де болады. Енді ананасымызды бөлек қойып қоямыз. Нарезкамыз дайын. Енді кивиімізді алып, пышағымызбен ортасынан осылай кішкентай ғып, видеода көргендеріңіздегідей бірінші сонда кивиімізді гүл ғып осылай бөліп алдым. Енді кивиімізді алып, қабығын полный алып тастамай, осылай сыртын ашыған сияқты ғып ашып аламыз. Сонда гүл сияқты әдемі көрінеді кивиіміз. Осылай тарелкамызға қоямыз. Видеода көргендеріңіздегідей сыртын осылай ашып алдым. Осылай керемет болады. Кивиіміз әдемі көрінеді. Енді мандаринімізді алып, мандаринімізді де сырттарын ашып аламыз. Егер ақтары көп болса, оны алып тастаңыздар. Осылай мандаринімді ашып алдым. Енді сәл-сәл ғана ажыратып отырып, сәл-сәл ғана ажыратып, мандариндерімізді тарелкамызға қоямыз. Гүл сияқты әдемі көрінеді. Сонда мандариндеріміз ортасына, егер бұл жерге де жүзім болса, жүзім қойсаңыздар, әдемі көрінеді. Осылай ақтарын алып тастап, сәл-сәл ғана мандаринімізді ажыратып, тарелкамызға қоямыз. Осылай қойдым. Енді апельсинімізді алып, ортасынан бөлеміз. Енді тураймыз.
Егер тарелкаларыңыз үлкен болса, киви сияқты қылып апельсинді де ортасына қойсаңыздар, гүл сияқты әдемі көрінеді үлкен болып. Осылай турап апельсинімді тарелкамызға орналастырдым. Енді кивиімізді алып, кивиімізді де турап ортасынан бөліп турап қойдым. Өте әдемі көрінеді. Әрі жегенге де өте ыңғайлы жемістеріміз. Қызыл алмамызды алып, ортасынан бөліп, ұзынша етіп турап аламыз. Видеода толықтай көрінбепті қызыл алмамды кескенім. Осылай турап алып, енді сәл-сәл сыртына шығара отырып жасасаңыздар, өте әдемі көрінеді алмаларымыз. Сары алмамызды алып, ортасынан бөліп, екі алмамызды бірдей осылай сәндедім. Екі шетінен кесе отырып, сәл ғана шығарып, осылай сәндесеңіздер, алмаларыңызда өте әдемі көрінеді. Енді қалған алмаларымызды ұзынша етіп, турап, қызыл алмамды да турап тарелкамызға сәндеп шығамыз. Қызыл алмамды турап сәндеп шықтым. Енді бананымызды алып, екі шетін алып тастап, сыртын ашып, бананымды турап қостым. Осылай банандарымызды шілей майдағып жібермей, орташа ғып турап, ортасына банандарымызды қойып шықтым. Енді мандаринімізді де тағы бір бөлігін сыртын ашып, бөлек қойып қойдым. Сары алмамызды да сәндеп шықтым. Ортасына бананымызды көптеу ғып ұсындым. Бананды көп адам жақсы көреді. Сол үшін сәл көптеу ғып қостым. Осымен кереметтей жемістерімізді нарезка жасап алдық. Бетіне сахарный пудрамен сәндесеңіздер де болады. Осымен кереметтей нарезкаларымыз дайын. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.